Ұстаз, мен қаншама кітап оқыдым, бірақ көбін ұмытып қалам. Олай болса оқығаннан не пайда? Бұл үйренуге құмар шәкірттің шынайы сұрақ еді. Ұстазы жауап бермеді, олаған үнсіз ғана ұзақ қарады. Бірнеше күн өтті. Олар өзен жағасында отыр еді. Кенет қарт ұстаз: "Мен шөлдеп тұрмын, маған су әкеліп беріңізші. Бірақ жерде жатқан ескі сүзгі жауды қолданыңыз." Шәкірт оған таңдана қарады. Бұл қисынсыз өтініш еді. Тесіктерге толы сүзгі жаумен суды қалай әкелуге болады? Бірақ ол ұстазының өтінішін орындамауға батылы бармады. Ол сүзгі жауды алып су әкеліп көруге тырысты. Бір рет, сосын тағы және тағы да. Ол сүзгі жауын толтырып жүгіргенмен жол бойы судың бәрі ағып кетті. Ол жылдам жүгіруге тырысты. Саусақтарымен тесіктерді бітеп әкелуге тырысты. Ол түрлі әдістер қолданды. Еш әсері болмады. Бір тамшы суды әкеліп бере алмады. Амалы таусылып түңілген ол ұстазына оралды. "Кешіріңіз, мен сәтсіздікке ұшырадым. Бұл мүмкін емес." Ұстазы оған жанашырлықпен қарап: "Сіз сәтсіздікке ұшыраған жоқсыз. Сүзгі жауға қараңыз." Шәкірт басын көтерді. Не көрсін, әлгі ескі тат басқан лас сүзгі енді жарқырап тазарып қалған еді. Шәкірттің қайта-қайта су әкелмек болған әрекеті сүзгі жауды жалтыратып тазартқан еді. Міне біздің амалымыздың сыры. Кітап оқу деген осы. Оқығаныңыздың барлығын есте сақтамасаңыз да оқасы жоқ. Білім сүзгіден аққан су сияқты жадыңызда ағып миыңызда қалмаса да оқасы жоқ. Оқығаннан санаңыз тазарады, сіздің жаныңыз жаңарады, сіздің ойларыңыз нұрға бөленеді. Ал сіз оны бірден сезбесеңіз де, ішіңізден өзгересіз. Бұл оқудың шынайы мақсаты. Кітап сіздің жадыңызды толтыру үшін емес, жаныңызды тазарту үшін керек.